Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалдеріңіз қалай? Бүгін ерекше күткен рецепт шықты. Бұл торттың жасалуы өте оңай. Бірден айтайын, бұл рецептке какао қоспай жасауға болады. Бірақ мен түсін шығару үшін какао қостым 10 граммдай тек қана. Бұл уақытты алмай, бірден не керегін айтып, іске кірісейік. Әрине, ең бірінші бізге миксер керек, таба қажет, жұмыртқа, қант, сармай, шоколад және какао. Жаңа айтқандай, өзіңіз білесіз, темный какао болған жақсы, егер қара түсті болғанын қаласаңыз. Абылай какао қоспай дайындасаңыз да дәмі бірдей. Мен шоколад Қазақстанды қолданамын. Кондитерский дүкендегі Калибаут деген сияқтыларды қолдануға болады. Тортты жасамас бұрын барлығын дайындап алыңыздар. Пергаментіңізді дұрыстап алыңыз. Сармай мен шоколадты дайындайтын суыңызды дайындап алыңыз. Қазір біз водяной баняға қоямыз. Енді біз жұмыртқа мен қантты миксерлеп аламыз. Аппақ көпіргенше, яғни қантымыз ерігенше араластырамыз. Менде жұмыртқа үйдің жұмыртқасы болған соң осылай сарғыш болып тұр. Ал сіздерде дүкендікі болса, аппақ көпіршіктер сияқты шығады. Енді бөлек ыдысқа шоколад пен сармайды ертеміз, водяной баняға ертеміз, микроволновкаға ертпейміз, шоколадымыз қатып қалып, менде сондай жағдайлар болған, сондықтан және микроволновкаға ерту үшін оны 10 секунд сайын араластырып, оны қайтып жауып, қайтып ашып, солай істеу керек болады. Сондықтан ең дұрыс шешім осы. Шоколад пен сармаймыз ерігенше құрғақ қоспаларды араластырып аламыз. Он қопсытқыш және какао өзіңіз білесіз деп айттым. Осы үшеуін немесе екеуін араластырып аламыз. Кейін міндетті түрде електен өткіземіз. Оның осы құрғақ қоспалар мен сұйық затымызды алма-кезек араластырып қосамыз. Жалпы вупи-пай торты барлығына ұнай береді, себебі арасында шоколад қосылғандықтан. Ол креммен бірге үйлескенде өте дәмді шығады. Біздің шоколадымыз еріді. Жұмыс барысында оларды араластырып, еруге көмектесіп жібереміз. Кейін шоколадты кішкене құямыз. Құрғақ қоспаларымызды електен өткізіп, миксермен араластыра бастаймыз. Және достар, ескертетін жағдай, осы дайын болған тестіні көп уақытқа дейін тастап кетпеңіз, себебі бізде қазір ол құрамында деген қопсытқыш болғандықтан онда реакция жүреді. Егер сол реакция болып жатқанда сіз пісіретін болсаңыз, онда сіздің корждарыңыз өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Ал егер сіз оны, мысалы, кейбір болады ғой, тестін жасап қояды да, қазір келем, немесе басқа бір шаруалармен айналысып кетеді. Олай істеуге болмайды. Бірден жасап, оны газымызды 15-20 минут бұрын ысытып аламыз. Сондықтан қазір олар көпіршіктенеді, өзара реакция жүреді. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Әр сәрсенбі мен жұма күні жаңа рецепттер шығып отырады. Лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, өте қуанышты болатын едім. Барлық қоспаларды араластырып болғаннан кейін, егер сіз алдын ала пергаментті дайындамасаңыз, онда видеодан қарап дайындап алсаңыз болады. Видеодағыдай істеп болғаннан кейін осындай бізде формалар шығатын болады. Пергаментті кері аударып, осы ойықтау, шұңғылдау жеріне тестімізді құямыз. Бізде тесті осындай болып шықты. Өте қатты сұйықта емес, өте қатты қоюда емес. Төрт коржға дәл шығу үшін мен осындай кондитерский мешокқа салып, видеодағыдай етіп құямын. Қасықпен жағуға да болады, немесе шыққан тестіні төртке бөліп, әр пергаментке орналастырамыз. Біздің корждарымыз пісті.
Осы орайда егер сіздің формамыз қисықтау болып кетіп жатса, онда осы уақытта кесіп алғаныңыз жөн, әйтпесе кейін қатып қалуы мүмкін. Яғни кесуге ыңғайсыз болуы мүмкін. Ендігі кезекте біз кремімізді дайындаймыз. Бізге сливки керек. Сливки менде 34%. Осы сливкиді көп жылдардан бері пайдаланып келемін. Творожный сыр, сахарный пудра, маскарпоне керек. Маскарпонені қоспасаңыз да болады. Мен қосқан жоқпын. Сондықтан 600 граммдай қостым. Егер де сізде маскарпоне болатын болса, онда мен қандай өлшемде қосатыныңызды описаниеға жазып қоятын боламын. Барлық заттарымыз салқын күйде болу керек. Миксеріміздің басы таза болу керек, араластыратын ыдысымыз да таза болу керек. Негізінен мен маскарпонемен де дайындап көрдім. Дәмі ешқандай да болмайды, бірдей болады. Тек қана творожный қосқан күйде. Жай формасын ұстап тұру үшін қоссаңыз болады. Маған творожный сырдың өзі де жеткілікті болды. Сливкимізді араластырғанда творожный сырдың да пайызы жоғары сырларды қолданғанды жақсы. Мысалы каллехтікі 74-69% жақсы. Біздің креміміз дайын болды. Крем бізде плотный болу керек, өзінің формасын ұстап тұра алатындай. Және достар, айтуға ұмытып кетіппін, сливкиді жақсылап араластырып алғаны жақсы, себебі беткі жағында қаймағы тұрып қалады. Сондықтан екеуін араластырсаңыз кішкене қоюланады. Егер сливкиді араластырмай солай құятын болсаңыз, онда кейбір жағдайларда болады ғой, крем шықпай қалатыны, сұйық болып кетеді. Сол, яғни соған да байланысты болады. Кремді кондитерский мешокқа саламыз. Әрине оның насадкасында саламыз. Егер сізде насадка болмаса, онда жай ғана кондитерский мешоктың басын кесіп, шарикер шығара берсеңіз болады. Мен осы уақытқа дейін дәл солай істеп келдім. Бірақ насадкамен істеген өте әдемі болады екен. Корждарымызды осылай керісінше қоямыз. Достар, сіздерге айтарым, әрбір коржға пропитка жалпы жасаған жақсы. Мейлі сіз тортты 1 күн қойыңыз, 2 күн қойыңыз. Бірақ пропитканың орны ерекше. Егер сіз көп күн, яғни 1 күнге, 2 күнге қоятын болсаңыз, онда пропитканы көп жасамай қойыңыз. Ал егер сізге срочный, яғни тезірек заказ түсіп, немесе үйге пісіретін болсаңыз, онда осы пропитканы кішкене көбірек жаққаныңыз жақсы. Мен әрбір тортқа осы пропитканы жасаймын. Пропитка дегеніміз ылғалдандыру үшін жасалатын сусын, яғни мен тек қана судан жасаймын. Кейбіреулер қант пен суды араластырып жатады. Ал мен онсызда корждың ішінде қант бар, оның барлығын жасаудың қажеті жоқ. Қосудың қажеті жоқ, сондықтан тек қана сумен істей беремін. Вупипайдың шаригін шығаруды білесіздер деп ойлаймын. Видеодан қарап жасасаңыз болады. Арасына неше түрлі джем салуға болады, бірақ өзінің осылай дәмімен әдемі болады. Дәл осы күйінде холодильникке жібереміз 1 сағат кемінде. Кейін барып шоколадты ганашымызды құямыз. 50 грамм шоколад пен сармайды араластырамыз. Сармайдың орнына сливкиді қолдансаңыз болады. Вупипайдың беткі коржы өте қатты рөл ойнайды, себебі бізде тегіс шығу үшін біздің коржымыз тегіс болуы керек. Менде коржым жұмсақ болып кетті, сондықтан араластыру кішкене қиындық соқтырды. Сіздерге қызық айтайын, бір күні осылай вупипай үйге пісірген едім. Сосын мен өзім торттарын өзім жей алмаймын. Сосын жаңағыдай ол бір күн тұрды, кейін қонақтарға беріліп жатыр. Сосын бір кезде ең соңында бір жеп қарайынша осыны дәмін көрейін деп, мен көру керекпін ғой, нельзя сөйтпейді деген сияқты. Сосын күшті екен деп өзім алып қойып ана шаймен жеймін деп. Сондықтан қорықпай осы рецептпен пісіре беріңіз. Мен әрдайым осы торттардан оригинал рецепт саламын жалпы. Менің даусыма мән бермеңіздер, мен сіздерге осы рецепт салу үшін ерте тұрып монтаж жасап отырмын. Сондықтан сол еңбегім үшіне лайк басып қойғандарыңыз жақсы болатын еді.
сосын осы крем шариктер тұр ғой, соның үстіне дейін шоколадтар барып прямо күшті болып тұрады ғой осы заказға жасағанда. Оның себебі мына беткі коржды жаңағы астыңғы корждардың қарағанда кішірек размерге қоямыз. Кішірек размерге қойғанда жаңа шариктердің бетіне былай сынып, еріп, күшті болады екен. Бетін қалай әсемдесеңіз де өзіңіз білесіз. Шоколадпен әсемдесеңіз де шөңгімен немесе креммен жасаса өзіңіз қалауыңыз бойынша. Біздің тортымыз дайын болды. Осы рецепті міндетті түрде пісіріп көріңіз. Міндетті түрде. Мен баяғыша заказға дайындап жатырмын. Арасын көрсете алмаймын, бірақ арасы жұмсақ, кремі барлығы сіңген болып тұрады. Мен оны алдағы уақытта осы видеоны жалғасын ретінде салып жіберетін боламын. Міндетті түрде көру керексіздер, себебі сенімді болу керексіздер, рецептің қалай шығатынына. Сондықтан сау болыңыздар достар, рахмет барлықтарыңызға, тыңдағандарыңызға.